Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен сабақтағы бағалау әдістері мен рефлексия түрлерімен танысамыз. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Кез келген сабақта бағалау жүргізіліп отырады. Бағалауды күнделікті жүргізілуі қажет екенін білеміз. Бірінші бағалаудың түрі смайликтер арқылы бағалау. Мұнда әр оқушыға жеке шығарып, балалар өздеріне тиісті көңіл күйді белгілейді. Жасыл түс сабақты жақсы меңгердім, сары түс орташа деңгейде меңгердім, қызыл түс сабақта түсінбедім дегенді білдіреді. Оқушылардың білімін бағалау мақсатында жетістік баспалдағы немесе жетістік сатысы әдісін қолдануға болады. Мұнда жетістік баспалдағы әдісі оқушылардың қандай білім баспалдағында тұрғандарын және де өткен материалды меңгеруге қай баспалдақта тұрғандығын анықтайды. Баспалдақ тақтаға ілінеді немесе ватман қағаз парағында. Балалар өздері орындаған жұмысты магниттермен немесе стикерлермен өздері қалаған баспалдаққа орналастырады. Не үшін ондай баға қойғандарын түсіндіреді. Мұнда балалар өте жақсы түсіндім, жақсы түсіндім, аздап түсіндім, түсінбедім деген сатыларды белгілейді. Міне достар, бүгін біз сіздермен бағалау әдістері мен рефлексия түрлерімен таныс болдық. Болашақта бұдан да қызықты видеолар мен әдіс-тәсілдер болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Каналға жазылып тіркелуді ұмытпаңыз.